Assalomualaikum do'stlar, qaldaringiz qalay? Tovuqdan bosab жүр. Шөп möp жеп. Сол. Уже дала салқындай бастады. Кішкене olsun. Кішкене olsun салқындай бастады. Қораны жылытып свет жағу керек. Балапандарым өстіме, қараңыздар. Ана кішкентай балапандарым 40 штук деген. Міне бір ай бұрын салған болатын, ровно бір ай бұрын. Міне өстіме қараңыздар. Уже бір айлық балапандар ғой. Ал мынау 3 айға жақындап қалған үлкен балапандар. 2-3 айдан кейін туады бұлар. Бұйыртса жылы қора болып не істесе туады. Мына бөденелерім сол баяғы жүр туып. Міне уже ұшып не істеп тұр. Мына екеуін орын алмастырдым, мына екі балапандармен. Қорқпайды, адамға үйренген. Ал мына тауықтарым қалай өзгерген бе, өскен бе? Уже бұлар 1 жылдан асты, мына тауықтар. Не брама, атеш, бір атеш, әдемі. Шығып тұр. Бұлар 38-40-тың арасында штук. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38 примерно. Өлді, екеуі ма, үшеуі ма. Тамағын жақсарту керек енді бұлардың. Жақсы тамақ беру керек, бидай, арпа деген сияқты. Кукуруз аямау керек. Бұлар қазір қарындары тоқ, ана шөп сондай жеп жүр сырттан. Мыналарға рост сондай берем. Бөденелерге де, мыналарға да. Шөп, рост бәрін жеп. Қаздарым 14 қаз болды, оның біреу өліп қалды, сосын 13 қаз. 13 қаздан 5-еуін сатып жібердім. Сонда 7-еуі ма сондай қалды. Суын кап-каз ауыстырып едім, жылас қылып тастапты. Жемдерін жеп қойған. Тауықтарым сол баяғы туып тұр, жақсы. Нормально. Мында да туады. Бүгін 6-ау туыпты. Ничего, нормально. 6. Бөденелерінде дүние туады, сразу осы жаққа әкеліп қоям. Себебі жарықтайды үстінен жүріп. Балапан да шығып кетті. Жүреді осылай тауықтардың осында. Өсіп пе? Қараңыздар. Сіздерде қысқа дайындық қалай, қораларыңыз жылтып істейсіздер ма? Әне қуып жатыр тауықтар. Балапандар. Кіргізіп тастау керек негізі. Әйтпесе шығып кете береді бір жағынан. Мысық сондайлар жеп кетеді сосын. Біреу шығып кеткен. Көріп тұрсыздар ма?
Жүр. Қаздарым уже 2 ай бұрын туын тоқтатты. Енді келесі жылытып қыста. Сол сентябрлардың ортасында қораны тазалап уже свет красный лампочканы салып не істеу керек. Ана жылы қыста сөйтіп істедік. Красный лампочкамен. Будильнерге де сөйту керек. Будинені бірінші тастырап тұрмын. Будиненің балапандары шықты. Өсіп жатыр. Жақсы екен, тез өседі, бірақ қиындау екен. Шыққанда өліп қала береді. Сол еш жаңалық жоқ басқа. Әзірге осы. Айтпақшы, жеуге немесе инкубацияға жұмыртқалар сатылады. 100 теңге емес, 90 теңге емес, 70 теңгеден сатам. Жеуге немесе инкубацияға. Өз қалауларыңыз. Нөмерді жазып кетем. Жекеге жазарсыздар. Тек Атырау қаласынан басқа қалаға апара алмаймын. Сау болыңыздар.